Орта мектепті бітіріп, мен де арман қуып қалаға оқуға келдім. Жоғарғы оқу орнына түсіп кеткендегі қуанышымда шек болмады. Қатты қуандым. Көп балалы тұрмысы төмен отбасынан болғандықтан оқуға түсіп кеткенім мен үшін шексіз бақыт болды. Осылайша 17 жас студенттік өмірім басталып кетті. Өзім оқып жүрген жоғары оқу орнында оқитын жігіттердің қол жетпес арманына айналдым. Қысқы демалысқа ағамның үйіне келдім. Ағамның жаңа үйленген кезі. Көрші ауылға жас келіншегімен бөлік шыққан. Ол үйде жеңгемнің Медет деген бауыры жатыр екен. Жұмыс іздеп келіп, сол ауылдағы мал шаруашылығында жұмыс істейді екен. Ұзын бойлы, сымбатты, қара торы жігіт. Жасы 16-да болса да, өз жасынан үлкен көрінеді. Сөйлеген сөзі, жүрісі, жымия күлген, бәрі өзіне жарасады. 9 жылдық білімі бар, әрі қарай оқымай тастап кетіпті. Кешкілік екеуміз серуендеп кетеміз. Ауыл жастарымен араласып, туған күн кештеріне барып жүрдік. Адам азам десе бірақ сәтте жолдан таяды екен ғой. Өз құда балама ессіз ғашық болдым. Бұрын сонды ғашық болып көрмеген бойымды бір алапат күш биледі. Ашықтық деген адамды не бассыздыққа, немесе бақытқа жетелейді дейді. Бұл ғашықтық мені бассыздыққа, бақытсыздыққа жетеледі. Бірақ түнде құда баламның қойнынан бірақ шықтым. Осылайша екеуміздің кездесуіміз жиіледі. 1996 жыл. Бірінші курс оқып жүрген кезім. Оқу орнымның жатақханасында жатамын. Студенттік кез ғой. Бар жоғымызбен бір құратып бөлмеде ас әзірлейміз. Өз-өзімді жайсыз сезіндім. Бөлмеде пісіп жатқан тамақтың иісінен жүрегім айнып, лоқсып мазам кетті. Бас кезінде түсінбедім. Асқазаным ауырып жүр ма деп ойладым. Көп замай өзімнің жүкті екенімді сездім. Алғызып тастауға барсам, кәмелеттік жасқа толмағанмын. Егер білсе, университет бәрі шулайды. Күннен күнге ішім өсе бастады. Оқуымды тастап үйге қайттым. Үй ішіне ауырып келдім деп, сол бет оқуыма барған жоқпын. Аяғымның ауыр екенін естіген мен Медет менен қаша бастады. Екеуміз де кәмелеттік жасқа толмаған жаспыз. Не істерімізді білмедік. Қорыққанымыздан ешкімге тіс жарып айтқан жоқпыз. Күндер өте берді. Ішім шертиіп шығып келеді. Үй ішінде ылғи кең футболкалар киіп жүретінмін. Ішімді күндіз байлап аламын. Өзімнен 4 жасқа үлкен әпкем тұрмыстан бір қызбен ажырасып қайтып келген. Ол да құда балам Медеттің ағасынан жүкті болып, әне-міне туайын деп жүр. Екеуі қосылып қарама-қарсы құда болдық. Әпкем екеуіміз осы өмірде басқа жігіт таппағандай, ағамның әйелінің, жеңгемнің, ағасы мен бауырынан аяғымыз ауыр болды. Әпкем босанып, перзентханадан сәбиін шығарып алды. Үйде шілдехана болып жатқан. Сол күні кешкілік менің толғағым басталды. Үйде толған қонақтар толғақ қысып барады. Не істерімді білмедім. Еріксіз әпкеме айттым. Әпкемнің есі жықты. Әпкем барып Медетті шақырып алды. Мені қораға келіп, көрпенің үстіне жатқызды. Безгек қақ біресе тұрам, біресе домалаймын. Айқайлайын десем, үйдегінің бәрі естіп қояды. Даусымды шығармауға тырысып тістеніп жатырмын. Босанатын уақыт та келді. Әпкем мені босандыруға кірісті. Медет біреу келіп қалмасын деп, қораның алдында байқап жүр. Шекесі торсықтай ұл бала тудым. Бала ыңғайлап жылап өмірге келді. Әпкем баланың аузын басып, қазір біреулер естіп қояды. Баланы сол жерде бір қабат шүберекпен орап, Медеттің қолына берді. Ешкім көріп қоймасын, мына баланың көзін құрт, деді. Қарашаның қақаған қара суық еді. Медет баланы алып, үйдің ауласынан шығып кетті. Біраздан соң Медет келді. Қолында бала жоқ.
баланы келесі көшедегі бір үйдің қақпасының алдына жерге тастап кеткенін айтты. Дүние есігін аша салып, далаға лақтырылып, сәбиімнің тірі қалуға еш мүмкіндігі болмады. Ертеңгісі ауыл халқы дүрліге оянды. Жаман хабар бүкіл ауылға тез тарады. Біреу жаңа туған баласын далаға тастап кетіпті. Бала сіресіп қатып өліп қалыпты. Полиция жедел түрде іздестіру жұмысын жүргізді. Үйлерді аралап, қыз-келіншектерден сұрақ жауап алынды. Анама бүйрегім ауырып жатыр деп жатқанмын. Полициялар біздің үйге де келді. Анамды сұрақ жауаптың үстіне алды. Үйде неше қызыңыз бар? Олар қайда? Қызым үйде, бүйрегі ауырып жатыр, деді анам. Қызыңызды шақырыңыз, деп мені де тергеді. Қай жеріңіз ауырып жатыр? Қашаннан бері ауырып жатырсыз? Мен бүйрегім ауырып жатқанын айттым. Тергеу шараларына байланысты мен ауруханаға тексеріске апаратындарын айтты. Тексерістен соны үйіңізге қайтасыз, деді. Тексеру нәтижесінде 2-3 күн бұрын жаңа босанғаным әшкере болды. Мені дереу тергеу бөліміне әкелді. Бұрынғы тәкаппарлық кеудем жоқ, сөмірейіп жылап отырмын. Кәмелетті жасқа толмағандықтан анамды шақыртты. Анам ойбайдың астына салды. Қуғарған қуалы басты, жерге қараттың ау. Ашына күйінген анам аузына келгенін айтып жатыр. Баланың әкесі кім екені бәрі тергелді. Медетті полиция бөліміне шақырды. Кезінде артымнан жүгірген жас полиция жігіттер. Адам менсінбей, керемет болушы едің. Тапқан жігітіңнің түрі осы ма? Деп кекетіп, мырс-мырс өзара күліп қояды. Ұяттан кірерге тесік таппадым. Ұсатылып көзден ғайып болып, жоқ болып кеткім келді. Үйге келгенде ағам қамшының астын алып, тілім етіп сабады. Анам мен әпкем шырылдап арашалап жүр. Сұңғат-ау, өлтіресің ғой, қой енді, бір ашуыңды бер, деп анам бәйік. Өлгені жақсы еді бұл қыздың, жер басып жүргенше өле қал, деп айқайлап ағам оңдырмай таяқтың астын алды. Өз-өзімді қатты жек көріп кеттім. Шынында өліп қалсам, жақсы болар ма еді? Өмірден түңіліп кеттім. Сабап үйден ағам мені қуып шықты. Екінші көзіме көрінуші болма. Енді көзіме көрінсең, тірі қалдырмаймын. Көгала қойдай болып, туысқандарыма қалай барам? Келес ауылда тұратын Медеттің үйіне келдім. Баламның мәйітін Медет ала сөмкеге салып алып келіпті. Медеттің әкесі ұлыма жолда туған деп, Жолдыбай деп есімін қойып жерлепті. Медет екеуміздің кәмелеттік жасқа толмаған себепті тергеу істері жабылды. Біз сотталмай аман қалдық. Тергеу барысында тек Медет екеуміз ғана болдық деп әпкемді айтпадық. Медет екеуміз жараспадық. Мен оны сүйгендей, ол мені шынайы сүймеді. Істеген істеріме қатты өкіндім. Жас өмірімді өз қолыммен қор еттім. Талқандадым. 3 айдан кейін мен ол үйден кетуге бел будым. Өзім оқыған қалаға келіп, базарға жұмысқа тұрдым. Базарда Магадан қыздармен танысып, Магадан болып күн көрдім. Ұрлық жасап, ұсталынып, талай таяқта жедім. Полицияға да ұсталып, әзер құтылдым. Сөйтіп жүргенде сауда жасайтын Шымқалалық өзімнен үлкен жігітке тұрмысқа шықтым. Қазір 5 баламыз бар. Үлкенім 21 жаста. Жастық шағымда жасаған қателіктерім жанымды жегідей жейді. Туа сала өлімге қиған сәбиімді өмірімнің әр мезетінде езіле еске аламын. Күйеуім бұл құпиямды білмейді. Күйеуіме күн көру үшін тұрмысқа шықтым. Бірақ шынайы сүйе алмадым. Әйтеуір балаларымның әкесі деп сыйлаймын. Осы өмірде жаралы жаныма демеу беретін балаларым. О дүниеде шақалақ кезінде өмірден өткен сәби, жұмаққа анамсыз кірмеймін деп Аллаға назданады екен.
Жұмақтың алдында анасын іздеп күтеді екен. Ата-анасына шапағатшы болады екен. Ана өмірде сол періштем күнәһар анасын кешіре алады ма? Туа сала анасы мен әкесінің қолынан өлім құшқан сәбиім сатқын анасын іздейді ме? Мен де бейбақ анасын күтеді ме? Адасқан анаңды кешірші, ақ періштем.